Сіз де өзіңіз охотаны жақсы көретініңізді білеміз. Өзіңіз кейде бір ойламайсыз ба? Маған да бір қаңғып жүрген оқ тиіп кетуі мүмкін деп. Жалпы менің көзқарасым былай ғой, бәрі де болуы мүмкін, бәрі Алланың қолында. Былай исламда былай айтылады ғой, Құранда айтылады, екі нәрседен адам қашып құтыла алмайды, ол ажалдан, екінші маңдайына жазғаннан. Сол екі нәрседен. Сондықтан мен ажал қайдан табатын мен өзім білмеймін. Ол мына жол апаты болуы мүмкін, ол охотада болуы мүмкін, кез келген жер, мынау ұшақта құлауы мүмкін, әртүрлі жағдай. Оның бәрін есептеп, уайымдап, оның қорқатын несі жоқ. Алла қашан алып кетеді, сол күні жанымызды тапсырамыз. Кезінде Рахат Алиев Нұрбанкісінен кейін шетелге қашқанда бір топ кәсіпкерлер X күйеу бала қоқаң-лоқы көрсетті деп баспасөзде жариялады. Жалпы соның бір желі сізге де тиген сияқты. Желі емес, мен Рахат Алиевпен 2,5-3 жылдай шайқастық кәдімгідей. Барлық бизнесімді алып қойғысы келді. Ол уақытта істеген ол қоқаң-лоқы емес, ол кәдімгідей қорқыту болды. Тергеуге шақырып, қылмыстық іс ашып, тергеуге шақырғанда Кузьменко деген тергеушісі алдымызға пистолет қойып, мына алдымызда пистолет жүгірткен, өлтірем мен атам, сендерді осы жерде өлтіріп тастасам да, маған ешкім істей алмайды деп, Рахаттың тапсырысы деп. Сосын Рахат өзі маған телефоныма қоңырау соққан. Соң қоңырау соғып өзі айтқан, Нұрлан, ана бизнесті тапсырасың, осындай адамдарға тапсырмасаң, мен сен кошмар ететін деп тікелей айтты. Ол ешқандай арамызда адам болған жоқ. Сондықтан мен оның бәрін жақсы білемін, ешқандай қоқан-лоқы емес, ол тікелей атака, тікелей шабуыл болған, мен бизнесімнің бәрін алып қоюға тырысқан адам. Сіз сол кезде Рахатқа хабарласқанда қандай күйде болдыңыз? Қандай күйде? Енді райым онша болған жоқ, әрине. Күй қанша нашар болғанмен, бірақ кезінде мен бір әкемнің айтып кеткен жақсы сөзі болды. Балаларым деді, 4 ұл болдық қой, 4 ұлмыз. Сонда жинап айтқандағы бір сөзі, балаларым дейді, соғыстан қорықпаңдар дейді. Соғыстың ар жағы біздерге әрдайым жағады дейді. Неге айтқан білмеймін. Аман қалсаң деген ғой. Соғыстың түбі жақсы болады деген сөз сияқты ғой. Орысша айтты да. Мен қазақшасын дұрыс нетіп атқанда жоқ шығармын. Бірақ мен әрдайым бір байқаған қасиетім, осындай бір соғыс, осындай жағдайға келгенде мен шымырланып қаламда, жаңағы істеген істерімнің бәрін мұқият қадағалап, барлығын өзімнің басқаруымда ұстап отырамын. Мен ешқандай былай жоғалып кетіп, немесе жаңағы есімді жия алмай жүрген адам емеспін. Мен ондай жағдайда қайта шымырланып, өз-өзімді жинап, ойым тап-таза, жаңағы мөлдіреген судай түсініктен бәрін дұрыс етемді. Мысалы, мынау 2009 неден кейін, Альянс банкіден кейін 7 жыл соттан шықпадым ғой. 7 жыл соттан шықпай өз кінәлі еместігімді дәлелдеп шықтым. Барлық дүние жүзіндегі соттардың барлығында. Мысалы, дәл осы сұраққа қазір келеміз. Қара жер хабар бермесін. Рахат мырзаға сіз бизнесіңізді бердіңіз бе ақыры? Ақыры берген жоқпын. Ақыры бәрібір ол менен қалды. Ештеңені ала алмады. Бірақ біраз қанымызды ішті. Бірақ сонда бір әкемнің даналығына риза болғаным, мен 3 жыл бойы, 2,5 жыл бойы ресми түрде салық төлеген емеспін. Өйткені не болды? Олар қаржы полициясы келіп, барлық бухгалтерлік құжаттардың бәрін алып кетті да. Құжаттарды алып кеткеннен кейін, бірақ ол уақытта мынандай заң болды. Мына кәсіпорындарды тоқтатуға болмайды деген бұйрық болды. Сонда кәсіпорынды тоқтата алмайды да, бірақ құжаттардың бәрін алып кетті. Сонда салық жүйесі бізден салық сұрағанда, отчет сұрағанда, біз бере алмаймыз. Өйткені біз айтамыз, құжаттардың барлығы қаржы полициясында. Солардан барып алыңдар дейміз. Олар қаржы полицияға барып, біздің құжаттарымызды сұрауға сескенеді, қорқады. Сонда біз ресми түрде 2,5 жыл бойы салық төлеген жоқпыз. Міне,
ол әрине ауыл шаруашылығы болғаннан кейін ол салығы да былай көп те емес, бірақ неткенмен де түбінде Рахат Алиев бізбен соғысам деп 2,5 жыл бойы бізді салықтан босатқан адам болып шықты. Түсінікті. 2010 жылы сіз шетелден келгенде тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа адал әрі оның саясатын қолдайтыныңызды және елбасын сынаушылар Рахат Алиев пен Мұхтар Әблязовқа еш байланысым жоқ деп мәлімдеме жасадыңыз. Неге бүйтіп мәлімдеме жасадыңыз? Енді бірінші түсінулерің керек қой, ол мәлімдеме әрине еркін түрде берілген нәрсе емес, ол қысымның нәтижесі. Мен ол жақтан келгенде маған сондай кепіл берген, саған тиіспейміз, мына елбасы тарапынан саяси марланға деген саяси ешқандай не жоқ, бірақ мына заң түрінен, заң тарапынан бәрін өзі дәлелдесін деген хабар келді. Мен айттым, жарайды, заң жағынан мен өзім қорықпаймын, өзіме берікпін, дәлелдеп берем деп. Сонда келсе, мен әкелді да мына бас прокуратураға барып қамақ қойды. Аэропортта келгенде 25 адам қарсы алды. Қаржы полициясы бар, бас прокуратураның адамдары бар. Аппаратта қамақ қойды, сосын тергеу жүргізді, сосын жаңа берілген кепілдердің бәрі жоқ. Сосын маған айтты, маған осындай қағаз алып бер, түнде сағат 11 ме 12-нің кезінде бас тергеушісі Байков деген осыны қол қойды, әйтпесе түрмеге отырғызамыз деді. Оқысам хаты былай: Әблязов, Мұхтар Алиев, Рахат Алиев, ол халық жаулары, оларды құрту керек, сорттау керек деген сондай. Мен айттым, бұған мен қол қоя алмаймын, қалай қол қоямын? Бұл мүлдем менің көзқарасыма келмейтін нәрсе. Екіншіден, бұл 37 жылдың қаттар сияқты ғой. Жоқ, халық сенбейді, мен ондай қағазға қол қойсам деп. Жоқ, онда қол қоймасаң жабамыз деді. Мен айттым, жапсаңдар, жабыңдар. Сосын енді өзім ойлап отырмын, біткен жерім осы шығар деп. Bir кезде ол кетіп қалды, біраздан келіп тұр, жарайды, басқаша нұсқасын алып қойды. Оны оқысам, ол да оның ар жақ бер жағы. Сосын мен айттым, бұған да қол қоймаймын деді. Кетіп қалды. Сосын біраздан кейін тағы келді, ал енді өзің нұсқаңды жаз деді. Мен өз нұсқамды жаздым. Сонда нұсқамды жазғанда мен айттым, Рахат Алиев пен Әблязовпен мен ешқандай бизнесім болған жоқ, олармен ешқандай шаруам болған жоқ деді. Жарайды, оған келісті. Сосын айтты, енді мына елбасы жөнінде жаз деді. Мен айттым, елбасы жөнінде мынандай қағаз алып келді, мен оны қолдаймын, бүйтем, оған әбден берілген адам. Мен айттым, бұл енді адам сенетін нәрсе емес қой, бір дұрыс нұсқасын жазайық деп, сөйтіп саудаласып, таңғы сағат 4-ке дейін саудаласып келген қағазымыз. Сосын жарайды, келесі күні баспасөз мәслихаты болады деді. Баспасөз мәслихаты сағат 3-те деді, елбасы көреді деді. Мен айттым, ол кісіге несі бар? Мен баспасөз мәслихатымды қарап. Жоқ, сосын қарасам, журналистер толы жаңа бөлменің бәрі. Сосын бас тергеуші айтады, жоқ, қазір емес, жарты сағаттан кейін, сосын жарты сағаттан, соның ақыры сағат 5-те болды. Ешкім біреуі де тырп еткен жоқ, шыққан жоқ. Соған қарағанда мен ойладым, кем дегенде мына президенттің аппараты қадағалап тұр деп. Сосын жаңа хатты оқыдым, оқып бердім. Сол жаңағы хатым, ол менің жаңағы істемеудің және қамалудың екеуінің ортасындағы сауданың несі, нәтижесі. Ол көп адам ойлайды шығар, ол маған ерікті түрде жазған деп. Жоқ, ол әбден қысымның нәтижесі, маған көрсеткен қысымның нәтижесі. Сұрақ қойып арыз бен, сіз ренжімеңіз. Сіз басқарған Альянс банк кейін тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлына өте жақын адам Болат Өтемұратовтың меншігіне айналды. Бұл елбасына деген жалпы адалдықтың белгісі ме, қалай ойлайсыз? Адалдықтың белгісі ме? Жоқ, ол бөлек үдеріс қой. Менен бірінші тартып алды оны. Тартып алды да үкімет меншігінде болды. Үкімет меншігінде болды да, ары қарай оны кімге берген, кімге тапсырған, оған менің қатысым мүлдем жоқ. Әрине, олар өздерінің қалай қандай аукцион не өткізгенін кім біледі. Әйтеуір соның қолына барып. Дейсіз ғой? Иә. Түсінікті. Жалпы бағана сіздің өзіңіздің сөзіңізге келейік, мен 7 жыл соттасым дедіңіз ғой. 7 жыл соттасып, сіз шындығында жеңіп шықтыңыз. Бірақ
енді Ұлыбританияға дейін бардыңыз. Дұрыс қой, соттасып. Ұлыбританияда 5 жыл соттастым. 5 жыл соттастыңыз. Қалай ойлайсыз, біздің елде жазықсыздан жазықсыз жалпы адамдар сотталып кетіп жатыр дейді ғой. Сот жүйесі әлсіз дейді. Бұған сіздің көзқарасыңыз, яғни шетелмен салыстырып отырып. Енді біздің соттың үлкен кемшіліктері бар. Шетелдік соттарында біраз кемшіліктері бар. Оны бәрін білу керек. Ол үшін заңгер болу керек. Мен мысалы КСГУ-дің заң факультетін бітірген адаммын, сондықтан заңгермін мен негізі. Менімен бірге оқыған курстас достарымның барлығы ол прокуратура, сот жүйесінде істеп жүрген адамдар. Сондықтан мен де соның егжей-тегжейлерін білетін адаммын. Сондықтан соттасудың да өнері бар. Ол жай ғана менікі дұрыс екен-ау деп ол болмайды. Ол егер дұрыс болсаң, оның дәлелдемесі керек, дәйектемесі керек, оның құжаттары дұрыс болу керек, оның бәрі тәртібі дұрыс болу керек, оны өз ойыңды жеткізу білуің керек, оның логикасы бар. Сондай көп нәрселерді сосын мынау шетелдің жүйесін білу керек, сот жүйесін, адвокат жүйесін білу керек. Мысалы, Швейцария сот жүйесі бөлек, ағылшындікі бөлек, мысалы біздікілердікі бұрынғы ежелгі Римнен келген кодифицированное право дейді орысшасы. Кодификацияланған құқық. Мысалы бізде қылмыс кодексі бар, азаматтық кодекс бар, солай кодекс. Ал мысалы ағылшын системасында ол прецедент құқығы. Соның бәрін айырмашылығын біліп, күресе білу керек. Ол да өнер. Әрине біздің сот жүйесінде қателіктер өте көп. Бірақ ол қателіктердің түбі мәселе заңдарда емес. Ол қателіктердің түбі біздің соттарымыздың тәуелсіздігінде болып тұр. Тәуелсіз еместігінде болып тұр. Өйткені біздің мына жазылған заңынан көрі телефон заңы қатты істейді. Телефонмен бастық айтады, мынаны бүйту керек, сөйту керек, бітті. Соттың ешқандай тәуелсіздігі жоқ. Сондықтан барлық бұрмалау, дұрыс әділетсіз сот үкімдері, осының барлығының себептері ол біздің сот жүйеміздің тәуелсіз еместігінен келіп тұр. Түсінікті. Жалпы сіз билікке барып жатсаңыз, нені өзгертетін едіңіз? Мен біріншіден билікке бару ешқандай жоспарымда жоқ. Егер барып жатсаңыз, ертең не болады? Менде бірақ жағдай болуы мүмкін, егер халық сол талап етіп, билікте өзгеріс енгізуге ғана бір қысқаша уақытқа шақырса барам. Қалған уақытта мен өзім билікте өз-өзімді көріп отқан адам емеспін жалпы. Мен қоғам қайраткерімін. Бірақ неткенмін де, әрине биліктен реформа талап еткенде де не талап етуін дұрыс анық білу керек қой. Адам оны пайымдап, несі бұрыс екен дұрыс түсіне білу керек. Сондықтан билікке барған кез келген адам, мен өзім туралы айтпай қойыншы, кез келген адам бірінші міндетті түрде нәрселерді істеу керек. Менің ойымша, бірінші ол халықтың барлық белсенділерін жинап, жалпы құрылтай құру керек. Бірінші құрылтай құру керек та ақылдасу керек. Өйткені халық қолдамаған реформа ол жүзеге асырылмайды. Ол бір. Екіншіден, ол митингілер деп отырмыз, жиналыс, жалпы халықтың өзінің мұң-мұқтажын айтуға көмектесетін шаралардың еркіндігін беру керек. Үшіншіден, бұқаралық ақпарат құралдарын босату керек. Мүлдем. Өйткені мына жемқорлық деп отырмыз ғой, біздің ең үлкен жауымыздың бірі жемқорлық деп отырмыз. Жемқорлық дегеніміз ол кәдімгі зең сияқты, былай көлеңке ылғал жерді іздеп жүреді да, мысалы, мынаның артында, ананың артында, сол зең деген плесін ғой орысша. Сол сияқты. Оларды зеңді құрту үшін оған жарық күн сәулесін түсіру керек. Күн сәулесін түсіру керек. Күн сәулесі дегенде ол ашық ақпарат, ашық еркін сөздік. Ол бұқаралық ақпарат құралдары, оларды босату керек. Сонда ол жаңағы әрбір шенеуніктің құйрығы боқпа, тазама, соны ашып береді оның бәрін. Көзіміз жетеді, халықтың көзі жетеді. Сонда шенеуніктер де қорқа тұрлауға. Сондықтан бұқаралық ақпараттарды құралдарын босату керек. Сөз еркіндігін беру керек халыққа. Осы нәрселер. Ол бір. Екіншіден, сөз еркіндігі болғаннан кейін, бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі болғаннан кейін, содан кейін жаңадан сайлау өткізу керек. Өйткені халықтың прожектор түсіп отқаннан кейін, жарығы түсіп отырғаннан кейін, әр адамның кім екені
оның қандай қасиеттері бар екен, не айтылды, не үйтті, сөйтті, соның бәрі жарыққа шығады. Айдай анық болады. Сосын ол жаңағы үш нәрсені тәуелсіз қылу керек. Ол сот жүйесі, сайлану керек, бөлек сайланатын жүйе болу керек. Ол жаңағы заң жүйесі, ол депутаттар сайлану керек, бөлек. Оның менің ойымша, мысалы парламентте сенат керегі жоқ нәрсе, ол тек қана мәжіліс жетеді. Біз өйткені унитарлық мемлекетпіз. Үшінші, ол атқару жүйесі, ол жаңағы президент бола ма, жоқ премьер бола ма, ол жаңағы парламентке бағынатын адам болу керек. Осы үш нәрсені енгізу керек.